Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, YouTube каналымның және де Instagram каналымның. Бүгінгі қозғайын деп отырған тақырыбым көпшіліктің көкейінде жүрген кейбір кісілер біледі, кейбіреу білмейді. Эко. Эко дегеніміз не? Олай болса, мынау эко дегенімізді қазақша айтатын болсақ, яғни әйелді жасанды ұрықтандыру, яғни қолмен ұрықтандыру жатамыз. Бұның эконың расшифровкасына келетін болсақ, экстракорпоральды оплодотворение, яғни жасанды ұрықтандыру арқылы сәбилі болу. Олай болса, экоға қандай жағдайда жүгінген дұрыс? Көп жағдайларда енді үйленген ерлі-зайыптардың арасында бір жылға дейін мысалы сәби болмай жатады, бір жылдан кейін сәбилі болмаған кезде тексеру өткізеді. Осы кезде ерлі-зайыптан ерден болмаса әйелінен осы бедеуліктің белгілері пайда болуы мүмкін. Ал енді бедеулік дегеніміз не? Ол енді бедеулік дегеніміз мынау әйелде де еркекте де кездесетін жағдай. Бұл дегеніміз еркектің ағзасында кездесетін болса, бұл яғни еркектің белсенділігінің болмауы, яғни әйелді ұрықтандыра алмауы. Оны яғни белсіздік дейді, бедеулік деп айтамыз. Екінші әйелдік факторлар. Бұл әйелдің ағзасында гормондық бұзылыстарға байланысты, болмаса жаңағы детская матка дейді, болмаса жатыр жолындағы ақауларға байланысты әйелдің ағзасы табиғи жолмен бала көтере алмау жағдайлары болып саналады. Енді осы экоға қай кезде жүгінген дұрыс? Әрине, экоға бармас бұрын алдымен тексеруден өту керек болады. Ол әйел кісі болсын, ер адам болсын. Ер адамдық факторлар. Егер де ұрығының сапасы, яғни спермограмманың қорытындысы азоспермия берсе, яғни процент 0 болса. Екінші жағдай, яғни морфологиясының төмен болуы, яғни тератозооспермия. Осы кезде одан кейін сперматозоидтардың көлемі аз болған кезде, олигоспермия кезінде осы экоға жүгініп жатады. Ал енді әйел кісілердің ағзасында енді жатыр жолдарының ақауы, трубаның бітеліп қалуы, болмаса жаңағы басқа жағдайлар болатын болса, ол әрине экоға тікелей көрсеткіш. Енді мен көбінесе ерлер жағын көбірек айтатын боламын. Олай болса, мына бедеулікке алып келетін факторлар бар. Мысалы, не себепті еркектің белсенділігі, жаңағы ұрығының белсенділігі төмендеп кетеді. Оған алып келеді бірінші ағзада жүрген жыныстық инфекция. 80% урогенитальдық инфекциялар осы ұрық сапасының төмендеп кетуіне алып келеді. Екінші, бұл яғни қуғасты безі, қуық жолдарының, яғни сперматозоидтардың, яғни сперма жүретін каналдардың бойында қабыну болса, осы қабынулардың көпшілігі белсенділікті төмендетеді. Одан кейін фактор мынау варикоцеле ауруы. Варикоцеленің көп жағдайларда осы еркектің сперматозоидтарының сапасын төмендетуге алып келеді. Одан кейін гормондық бұзылыстар дейміз, ол туа пайда болған гормондық бұзылыстар болуы мүмкін. Яғни подростық кезінен ересектік, яғни мынау жастықтан ересектік жасқа ауысқан кезде ауытқулар байқалуы мүмкін еркектің бойында. Одан кейінгі факторлар, яғни токсиндер болуы мүмкін. Яғни токсин дегеніміз улы заттардың әсерінен, яғни жүре пайда болған. Мысалы, уранда жұмыс істейтін кісілер болуы мүмкін. Болмаса жаңағы мынау әртүрлі радиация бөлінетін, көп бөлінетін жерде осы еркектің ұрығының сапасын төмендету қаупі бар жерде істейтін кісілердің арасында кездесуі мүмкін. Олай дейтініміз, осылардың көпшілігі адам ағзасындағы еркектің бойындағы сперматозоидтардың төмендеп белсенділігінің түсіп кетуіне алып келіп жатады. Әрине, бұл эко дегеніміз айтатын болсақ, мынау жасанды ұрықтандыру, ол соңғы шешім деп айтсақ қателеспеспін. Әрине, бұл табиғи жолмен балалы болуға әрине ешқандай не жоқ, мысалы, жетпейді мысалы. Әрине, бұл кезде қай кезде жүгінеміз? Осындай факторлар байқалатын болса, егер де емнің нәтижесі байқалмайтын болса, мысалы, әйел ағзасындағы патологияның мысалы қайта қалпына келмейтін болса, мысалы, асқынған күйінде болатын болса, мысалы, гормондық бұзылыстар болатын болса, олардың мысалы табиғи жолмен балалы болу мүмкіндігі болмайтын болса, осы кезде страховка мақсатында экоға жүгінген дұрыс. Екінші,
еркектік факторларды айтатын болсақ, егер де еркектің бойындағы мынау атап айтқан аурулардың көпшілігі байқалатын болса, егер ем нәтижесіз болатын болса, егер медикаментозды, яғни дәрі-дәрмектердің және де басқа да препараттардың, гормондардың көмегі тимеген кезде, әрине экоға жүгінген дұрыс. Өйткені мысалы біздің мынау қабылдауымызда әртүрлі отбасылар келеді. Біреуінде 5 жыл болған, біреуінде 10 жыл болған, біреуінде 12 жыл болған, бала боламай жүргенде. Ал енді әйелдерде болатын факторлар. Бірінші, мынау әйел баланың жатырының, яғни дұрыс дамай қалу, яғни детский матка қалып қою мүмкін. Екінші, мынау әйелдің ағзасындағы әртүрлі мынау воспалительный процесс дейміз ғой, яғни қабыну аурулар болуына байланысты, жаңа инфекцияның түсуіне байланысты, ол да жатыр түтіктерінің бітелуіне алып келуі мүмкін. Сол себепті де мынау жасанды жолмен, яғни табиғи жолмен жүктілік болмағанның әсеріне байланысты экоға жүгінеді. Сонымен қатар қосымша гормондық бұзылыстар болуы мүмкін. Және де мынау айтатын болсақ, инфекциялардың әсері осы себептерге алып барады. Осының егерде қандай да бір фактор анықталатын болса, әйел кісі, егер емнен нәтиже болмаған кезде, ол кісілерге де міндетті түрде экоға жүгіну. Тағы да айта кететін бір фактор бар. Жасы 40-тан асқан әйел кісілерде, білесіздер, мынау АМГ деген антимюллер гормон төмендей бастайды. Осы кезде бір гормонның әсеріне байланысты әйелде жүктіліктің болуы шансы төмендейді десек айтсақ болады. Сол кезде экоға жүгінген дұрыс. Соған байланысты осы эко арқылы мынау өмірге сәби әкеліп жатқан отбасылары бар. Ол енді мынау әртүрлі факторлар бар. Осыған тағы да қоса кетсем, осыдан маған бір 3-4 ай бұрын бір кісі келген, ер бала емделді, осы азоспермиямен емделіп жүрген. Енді әрине бірінші үміттеніп келді. Сол емдеу барысында ол жігіт 3 айдан кейін қайта келу керек болатын маған. Өкінішке орай осы 3 айдан кейін маған ол кісінің жары келіп отыр. Әрине қайғылы жағдай болған екен. Бұл жігіт көлік апатына түсіп бақилық болған екен. Содан кейін енді әйелі маған келіп, үмітпен келіп отыр ғой. Маған көкісінің қойған сұрағы, енді күйеуі қайтыс болды. Содан бір тұяқ болса, мен экоға барып жүгінсем, соның жаңағы ұрығы сақталған жоқ па сіздерде деп сұрап келген екен. Өкінішке орай ондай бізде сақтау болмайды. Спермограмманы анализ тапсырғаннан кейін ол спермограмма жарамсыз болып қалады. Егер де бұл жерде айта кететін бір фактор бар. Әрине, егер де ұрық сапасы 0%-тен кейін көтерілетін болса, негізі эко орталықтарында осы ұрықты сақтап қоюға болады. Олай дейтініміз, егер де ертең күні осы ұрық сапасы аяқ астынан қайта төмендеп кететін болса, осы сақталған ұрықты қайта эко арқылы, яғни икси арқылы, әйелдің жатырына салу арқылы жүктілікті қайта жүктілік көтеруге болады. Соған байланысты, егер де сіздің бойыңызда, егер басына бермесін, осындай факторлар байқалатын болса, міндетті түрде ұрықты қатырып қойған дұрыс. Размор жасап қатырып қояды. Ол қай уақыттан кейін болатын болса да, оны қайта салуға болады жатырға. Сол себепті осы жайтты айта кетейін деп отырмын. Әрине ол азаматқа енді айтарым, енді әрине қайғылы жағдай, әйеліне иманды болсын, бекем болсын деп айтарым. Енді бұл просто айтатын жағдай, енді әйел кісі болғаннан кейін ол болашағын ойлап, бұл ердің артынан ұрпақ сүйсем қалса деген үмітпен келіп отыр екен. Ал енді тағы да қоса кетерім, экоға әрине жүгініп жатқан кісілердің шамасы өте көп. Ең алдымен экоға барған кезде, ең алдымен сіздерді бірден эко жасамайды, әрине тексеруге жібереді. Одан кейін ем жасап, алдымен 2 ай, 3 ай емделу керек. Осы емнен кейін мүмкін сізде табиғи жолмен жүктілік болады. Соған байланысты алдымен ем алып, қабылдап көріңіздер. Одан кейін егер де соңғы мүмкін болмаған жағдайда, әрине экоға барып жүгінген дұрыс. Сол мақсатта бүгінгі видеомыз сіздерге ұнаған болса, достар, астына өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Және де біздің қабылдауға қалай келеміз, қалай жазыламыз деген оқырмандар болса, төменде номер көрсетілген, соған хабарласып, менің менеджерім Ержігіт, сол кісіге хабарландыру арқылы біздің қабылдауға жазыла аласыз. Онлайн түрде, егер Алматы қаласынан болсаңыз, мүмкін алыстан келетін болсаңыз, болмаса онлайн түрде қаралуға болады. Офлайн болмаса онлайн түрде.
Енді бүгінгі видеодан өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер, астына комментарийға жазып, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.